Бұл өсімдік ас әзірлеуде кеңінен қолданылып, тамаққа ерекше дәм беретін тамаша дәмдеуіштердің бірі. Аскөктің адам ағзасына пайдалы екені барлық жерде мәлім, сондықтан оны көп тұтынады. Бірақ оның емдік қасиеттері жайлы көп адам біле бермейді. Аскөктің пайдалы қасиеттері. Аскөктің пайдалы құрамы дизентерия, диарея, жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті. Бүгін сіздерге үй жағдайында аскөктен дәрі жасауға арналған рецепттерді ұсынатын боламын. Бұларды кез келген адам көп шығынданбай-ақ жасауға болады. Егер сізде көздің өткірлігі төмендеп, көз тез шаршайтын болса, сізге аскөктің тұқымы көмектеседі. Ол үшін аскөк тұқымынан компресс жасау қажет. Аскөктің тұқымын дәкеге салып, біраз уақыт жылы жерге қою керек. Содан соң оны көзге 20 минут қоямыз. 20 минуттан соң көзіңізде айтарлықтай жеңілдікті сезінетін боласыз. Бұл әдіс сондай-ақ көз айналасындағы әжімдерді тегістеу үшін де өте пайдалы. Ісіну және қабақтың қызаруын да азайтады. Аскөкті кептіріп, жағып, күлін жазылмай жүрген жараға сепсе, ол тез жазылады. Ұрық дәнін ұнтақтап, ауызға салып сорып жүрсе, ыстықты қолма-қол тияды. Оның ұрық дәнімен қоса, кептірген сабағының ұнтағынан 2 ас қасық салып, жарты литр суға қайнатып ішсе, ішті жүргізіп, асқазанды, ішекті тазалайды. Ең қарапайым тұнба 1 ас қасық кептірілген аскөкті жарты литр суға салып 1 сағат тұндырамыз. Дәріміз дайын. Бұл тұнбаны жарты стаканнан күніне 3 рет ішу қажет. Бұл тұнба асқазан ішек ауруларында пайдалы. Диарея, іштің қатуы секілді ауруларды емдейді. Жас аналарға аскөкті көп тұтыну өте пайдалы және психологиялық аурулар кезінде де таптырмайтын құрал.